Алақайың аудандағы Астраханка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Астраханка ауылында қарттар мен мүгедектер күніне орай салтанатты жиын ұйымдастырылды. Оған шақыртылған селолық округ тұрғындарынан берекелік дастархан жайылып, концерт қойылды. Астраханка селолық округіне Астраханка және Қаратомар ауылдары қарасты. Қазіргі таңда аталмыш округте 200-ден астам зейнеткер, 49 мүгедек және 22 тыл еңбеккері бар. Олардың құрметіне Астраханка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мерекелік шара ұйымдастырды. Негізгі мақсатымыз ауылдастарымыздың көңілін көтеріп, қоғамнан шет қалмауларын қадағалау дейді олар. Шаруашылыққа биыл ғана кірісіп жатырмыз, осы тамыз айынан бастап. Сол халықтың көңілі жақсы, барлық солтүстік қазақстандықтарды мерекелермен құттықтаймын. Болашақта бәріне табыс, денсаулықтар ең басты, қарттарға керегі денсаулықтар мықты болсын. Ауыл тұрғындары қашанда ардагерлер мен зейнеткерлерге көңіл бөліп, мереке сайын құттықтап тұруды дәстүрге айналдырған. Бүгінгі шараның қызықты өтуіне атсалысып, концерттік бағдарлама әзірлегендердің қатарында Шаңырақ этномәдени бірлестігі де бар. Ардагерлердің күнін біз жылда осы 1 қазан күні атап өтіп жатамыз. Шамамыз келгенше өзіміздің ауыл аймағында өзіміз ойнап күліп отырамыз, көңілімізді көтереміз деген сияқты. Біздің ауылда жылда осылай өткіземіз өзіміз. Сосын тағы да мынау 50 жыл, 60 жыл, 55 жыл тұрған жанұяларды құттықтаймыз. Кешке келген селолық округ тұрғындары ән айтып, би-билеп бір марқайып қалды. Аға буын өкілдеріне керегі де осы, жастар азын-аулақ көңіл бөлсе болғаны. Ал салтанатты шараға қатыса алмаған қарттар мен мүмкіндігі шектеулі жандарды ұйымдастырушылар үйлеріне барып құттықтайды. Фариза Жазитова, Орал Әміренов, ақпарат.